Протондық терапия бөлімшесіндегі емдеу 5 кезеңнен тұрады. Бірінші ол тіркеу және алғашқы қабылдау. Науқас протонды терапия бөлімшесіне келген кезінде біріншіден тіркеушілер қарсы алып, ария жүйесіне тіркейді. Дәрігердің консультациясына және КТ немесе МРТ симуляцияға жазып, қажет болған жағдайда бірге ертіп жүреді. Екінші кезең дәрігерлік консультация. Дәрігер науқастың ауру тарихын, талдауларын және алдыңғы ем нәтижелерін мұқият зерттеп, протонды терапияның жоспарын анықтайды. Үшінші кезеңіміз КТ симуляция және иммобилизация. КТ симуляция кезінде науқас үшін арнайы иммобилизация жүйесі дайындалады. Термопластикалық маска және жеке өлшемге сай матрас. Бұл ем кезінде қозғалысты азайту үшін қажет. Ем жоспарын дайындау. Төртінші кезең. Дәрігер ісік пен тәуекел аймақтарын контурлап, емдік дозаны анықтайды. Медициналық физик ем жоспарын жасап, оның дәлдігі мен сапасына жауап береді. Протондық терапияны бастау. Барлық дайындықтың аяқталған соң, науқас емді Пробим 360 протонды терапия жүйесінде қабылдайды. Ем күн сайын аптасына 5 рет дәл осы жерде қабылданатын болады.